Қоқыс тастайтын орын ауласында емес, төбесінде орналасқан үйді көріп пе едіңіз? Қаратау қаласында сондай зәулім үйлер пайда болып жатыр. Бұл бір ноу-хау не жаңа идея емес. 9 қабатты қос ғимарат қирайын деп тұрғасын жоғарыда тұратындар қорқып тастап кеткен. Енді биіктегі пәтерлер көп қабатты полигонға айналып барады. Ал астында әлі адамдар бар. 30 жыл жөнде көрмеген шатыр шұрық тесік үйді жаңғыртуға жергілікті билік бір тиын да бермейміз депті. Мен мұндалаған мына тұрғын үйдің жағдайы мүшкіл. Жартысында адамдар тұрса, жоғары қабаттары қоқыс орнына айналған. Қожайынсыз қалған бос пәтерлерден өлекселерге дейін кездестіруге болады дейді тұрғындар. Басы, иттің сүйегі, анау көшедегі қалбатықтың бар осы жерге бөлек, оны біз тазаламамыз керек. Біз әкімшілікке айтса ешқандай нәтиже жоқ. Осы күнімізде 10 жылдан бері әкімдерге айтамыз, нәтиже жоқ ешқандай. Құлаққа тиіп әлі. Тұрғын үйдің коммуникациялық торабы тозып біткен, жер төлесі жарамсыз, шатыры шұрық тесік. Тұрғындар пәтерлеріне жөндеу жұмыстарын жүргізуді де қойыпты. Себебі баспанаға бүгін құйған қаржыңды ертең жаңбыр шайып кетеді дейді. Крыша текет до первого этажа. Былтыр 9-шы қабаттан аққан су 1-ші қабатқа дейін жетті. Арызымды айту үшін әкімдіктің табалдырығын 20 жыл тоздырдым. Тіпті елбасыға дейін жазып үлгердік. Әкімдікке күнде бару екінші жұмыс орным айналып кеткендей. Олар бізге жәрдемдесудің орнына өздерің жөндеңдер деп сілтейді. Тұрғындар үйлердің кондоминиумға кіргізе алмай отыр. Себеп қоныстанғандардың жартысы жалдап тұрады. Бөлінгеннің барлығы ортақ мүлік болғандықтан әкімдік бір тиын да бөліп бермейді. Тек демеушілермен дем берсе ғана шатыры мен жертөлені жөндеп бермек. Ауданның әкімі іздеп жатыр, жасыратын керек, өзіміздің ішкі жиналыстарымызда айтылып жатыр. Егер демеушілік табылса, бірінші мына үйді, келесі жолы ана үйді жабамыз да ішкі соңын тәртіппен жөнделетін. Биліктен қайыр болмағасын баспанасынан бас тартқандар көбейіп келеді. Олардан қалған 20-ға жуық пәтер алдағы уақытта мемлекет меншігіне өтіп тұрғындарға таратылады екен. Ал үйіміз үйіндіге айналама деп қорыққан қараша енді әкімдермен қосылып демеушілердің табылғанын тілейді.